Ең алдымен сұйық массаларымызды біріктіреміз. Ол үшін 200 грамм айран, 50 грамм сұйық май және 2 сарыуыз және 120 грамм майонез қажет. Барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Жұмыс барысында осындай лопатканы пайдалансаңыздар өте ыңғайлы, себебі ыдыстың ішінде қалып кетпей, ысырапшылдыққа жол бермеуге көмектеседі. Енді қантымызды саламыз, шамалы ғана ерісе жеткілікті бізге. Барлығын жақсылап араластырып еземіз. Одан кейін үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды шетінен шамалы салып отырамыз. Бір қасық қопсытқыш саламыз, яғни разрыхлитель. Оны міндетті түрде ұнмен бірге салыңыздар, сол кезде жақсы көтеріледі. Барлығын жақсылап ұнымызды саламыз және қолмен илейміз. Бізде орташа қаттылықтағы қамыр шығады. Оны 4-ке бөліп, осылай күлшелейміз. Кейбір жақта зуалаймыз деп айтып жатады, теңдей етіп. Одан кейін оны жаямыз. Міндетті емес, дәл осындай формада печенье жасау өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар да болады, әртүрлі формада. Өте сондай песочный сияқты болып, ауызда еритін, сондай күшті печенье болып шығады. Жаямыз. Мен осындай форманы қаладым. Рогаликиге ұқсатып, өйткені ішіне сүзбе салатын болғандықтан, егер сіздерде сүзбе жоқ болса, басқа да шоколад, немесе жеміс-жидектер салсаңыздар болады, варенкасын салсаңыздар да болады. Өте дәмді болады толайда. Осылай кесіп, ішіне салап, орап, пергамент төселген, немесе фольга төселген қалыпқа саламыз. Егер сіздерде фольга, пергамент қағаздары жоқ болса, онда табанызды майлап алсаңыз болады. Себебі жабыспай өте дәмді болып шығады. Енді бетіне мен кішкене сәндік және дәм берсін деп макпен құмшекерді араластырып сеуіп шықтым.